Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі вектор ұғымы және векторларға амалдал қолдану тақырыбын арналған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген АВЦ-ді дұрыс үшбұрышты пирамида. Пирамиданың АЕ векторы Аға, АЦ векторы В-ға, АД векторы С-ға тең. Бізге СД, ЕД, ЕЦ векторларын АБЦ векторлар арқылы өрнектеуіміз керек. Алдымен СД векторын қарастырайық. СД векторы үшінші жағдай мына бөлікке жазайын. СД векторы. Ол бізде үшбұрыштар ережесі бойынша қандай векторлардың қосындысы. Яғни СЕ векторына ЕД векторын қосындысына тең. СЕ векторына қосамыз ЕД векторын. СЕ векторына қосамыз ЕД векторын. Сонда ғана ол СД векторына тең. СЕ векторын табу үшін ол бізде СА векторына АЕ векторын қосамыз. Жазамыз. СА векторына қосамыз АЕ векторын. Ал ЕД векторы дегеніміз ол бізде ЕА векторына қосамыз АД векторын. Қосамыз ЕА векторына қосамыз АД векторын. Енді орнына қояйық. Бізде бірінші СА векторы. Ол бізде минус В векторына тең. АЕ ол бізде А векторы. ЕА дегеніміз А векторына қарама қарсы минус А векторы. Ал АД дегеніміз ол бізде С векторы. Сонда А векторы мен минус А векторы мәні 0-ге тең, қалады С векторы алынған В векторына. Сонда ізделінді СД векторымыз С векторынан В векторының айырымына тең. Келесі ЕД векторын қарастырайық. ЕД векторы. ЕД векторы. Ол бізде ЕД векторы ЕЦ векторына қосамыз СД векторын. Немесе ЕА векторы мен АД векторын қосындысына тең. Екі жағдайды да қарастырайық. ЕД векторы ол бізде ЕЦ векторы қосылған СД векторы. Ал бізде ЕЦ векторы векторын біз жаңа тапқандай СЕ-ге қарама-қарсы СА мен АЕ-нің қосындысы болған. Бұл екеуінің қосындысы минус В векторы қосу А векторы болған. Ауылы ЕЦ болса керісінше В векторынан азайтамыз А векторын деген сөз. Ал СД векторы бізде С мен В векторын айырымына тең. Сонда қосамыз С векторы алынған В векторын. Сонда В векторы мен азайтсақ В векторын мәні 0-ге тең. Сонда С векторы алынған А векторына тең. Немесе ЕД векторы дегеніміз ол бізде ЕД векторы дегеніміз ЕА векторына қосамыз АД векторын. ЕА дегеніміз бізде минус А векторы. Ал АД дегеніміз С векторы. Яғни қандай тәсілмен векторларды алсақ та жауабы бірдей деген сөз. Сонда ЕД векторы С векторы мен А векторының айырымына тең деген сөз. Енді соңғы бесіншісі ЕЦ векторы. ЕЦ векторы. Ол бізде ЕА векторы мен АВ векторының қосындысына тең. Олай болса ЕА векторына қосамыз АЦ векторын. ЕА дегеніміз ол бізде минус А векторы. АЦ бізде В векторына тең. Яғни бұл дегеніміз В минус А векторының А мен В векторының айырымына тең деген сөз. Тең болады
В және А векторының айырымына. Балалар, біз сіздермен қарастырдық. Бір векторды компланар емес, басқа векторлар арқылы жүктеуді. Біз сіздермен қарастырдық кеңістіктегі вектор ұғымы және оларға амалдар қолдану тақырыптарына есептер шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңдар.